Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 7-ші бөлімдегі жол белгілері деген тақырыпқа да келіп жеттік. Біздің келесі видеоларымызды да өткізіп алмас үшін каналға жазылуды, видеоға лайк басуды және қоңырау белгісін қоюды ұмытып кетпеңіздер. Әдеттегідей бірінші тапсырмада мәтін берілген. Мәтінде осы әлемде пайда болған тұңғыш бағдаршам туралы айтылады. Яғни бағдаршамның тарихы айтылады. Ең алғашқы бағдаршам 1868 жылы 10 желтоқсанда Лондондағы парламент ғимаратының алдында орнатылған екен. Оның 2 қанаты болыпты және ол бағдаршам қолмен басқарылыпты. Егер қанаты көлбеу көтеріліп тұрса, тоқта дегенді, 45 градусқа салбырап тұрса, абайлап жүр деген белгілін білдіріпті. Ал қараңғы түскен кезде сол бағдаршамның орнына айналмалы газ шам пайдаланыпты. Осылайша сол шамдағы қызыл, жасыл түстер арқылы жол қозғалыстары реттеліпті. Бұл енді жаяу жүргіншілердің жолды кесіп өтуіне, әрі-бері жүруіне көп көмегі тиіпті. Бірақ 1869 жылы 2 қаңтарда газбен жанатын шам жарылады және сол бағдаршамды басқарып тұрған полицей жараланып қалады. Содан кейін бағдаршам жарты ғасыр бойы ұмыт қалды дейді. Яғни бағдаршамды алып тастайды. 1912 жылы Америка құрама штаттарының Юта штатында сол штаттың тұрғыны Лестер Вайер электрмен жанатын қызыл мен жасыл түсті 2 дөңгелек шамы бар бағдаршам ойлап табады. Ал 1918 жылдан бастап осы бағдаршамда 3 түс қолданыла бастады. Яғни қазіргі күнгі бағдаршамға ұқсас бағдаршамдар пайдаланыла бастады. Тура осындай бағдаршамдар, Сол бағдаршамдағы түстер бекер таңдап алынбаған. Қызыл түс қауіп ұғымын білдіреді. Және күндізде, түнде де ауа райы қандай тұман, жауынды күн болып тұрса да, сол қызыл түс жақсы көрінеді екен. Ал жасыл түс қызыл түстен оңай, айқын ажыратылады дейді. Ал сары түс қызыл мен жасыл түстердің арасындағы айырмашылықтың белгісі. Алматыдағы алғашқы бағдаршам 1938 жылы Панфилов және Гоголь көшелерінің қиылысында орнатылды дейді. Осындай бағдаршамның тарихы өте қызық екен. Енді бірінші тапсырманың асын орындаймыз. Бұл жерде мәтіннің мазмұнына сәйкес келмейтін артық сөзді табыңдар дейді. Қолмен басқарылатын 2 қанатты бағдаршам 2 түрлі белгіні көрсеткен. Жаңа біз алғашқында айтып кеттік қой. Егер көлбеу тұрса, тоқта дегенді білдіреді, егер де 45 градусқа салбырап тұрса, абайлап жүр дегенді білдіреді деп айттық, Енді газбен жанатын шам бар бағдаршамды полицей басқарып отырды. Сол бір күні жарылып кеткен кезде полицей жарақаттанып қалды, Күндізде, түнде де, тұманды және жауынды күндері де қызыл түс өте жақсы көрінеді деп айттық. Алматы көшелеріне 1938 жылы алғашқы бағдаршам орнатылды деп айттық. Енді бірінші тапсырманың әсінде қарамен берілген сөзге мағыналас сөзді табыңдар дейді. Бекер таңдап алу деген сөздегі бекер деген бұрысқа деген мағынаны білдіреді. Алғашқы кездері, бастапқы кездері, жолдың бойы, жолдың жиегі, бағдарлаушының шамасы келмеу, күш қуаты жетпеу дегенді сәйкестендіруге болады. Бірінші тапсырманың бысында төмендегі сөйлемдерден негізгі және көмекші сөздерді табыңдар дейді. Бұл бізге өткен тақырып бойынша берілген. Негізгі сөздер мен көмекші сөздерді естеріңізге түсіріп көріңіздер. Енді негізгі сөздерге бұл тапсырманың ішінен мен қанат, көлбеу, көтерілу, тоқта, 45 градус, белгі, қызыл деген сөздерді жаздым. Көмекші сөздерге деген әрі, де, мен деген сөздерді жаздым. Бұдан басқада негізгі сөздер бар. Осы мәтіннің ішінде оны өздеріңіз ережені еске түсіріп жазып алыңыздар. Енді біздің бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз сөз таптары. Біздің тілімізде сөздер көп, олардың мағыналары бірақ әр түрлі. Біреу заттың атын білдіріп тұрады, біреу сынын білдіріп тұрады, қандай екенін,
біреуі санын білдіреді, және тағы басқа қимылды білдіреді. Сол сияқты. Осыған байланысты тілдегі барлық сөздер сөз таптарына жіктеледі, белгілі бір ұқсастықтарына байланысты. Енді қазақ тілінде сөз таптарының 9 түрі бар. Зат есім, сын есім, сан есім, етістік, есімдік, үстеу, шылау, одағай және еліктеу сөздер деген қазақ тілінде 9 сөз табы бар. Осы уақытқа дейін 4-ші сыныпта оқып жүрген кезде осы бірнеше сөз таптарымен сіздер таныс болдыңыздар. Енді осы жылы біз тағы да бірнеше сөз таптармен таныс боламыз. Зат есім ол заттың атын білдіреді, кім не деген сұраққа жауап береді. Сын есім өзінің аты айтып тұрғандай заттың сынын білдіреді, қандай, қай деген сұраққа жауап береді. Сан есім заттың санын білдіреді, қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Ал етістік болса, заттың іс-қимылын білдіреді. Не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Есімдік есім сөздердің орнына қолданылады. Ал есім сөздер деп отырғанымыз мына жердегі зат есім, сын есім және сан есім, соңында есім деген сөздерінен аңғаруға болады. Осы сөздердің орнына қолданылатын сөз табын біз есімдік деп айтамыз. Үстеу болған іс-қимылдың мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіреді. Шылау сөзбен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырады. Одағай белгілі бір көңіл күйді білдіреді. Ал еліктеу сөздер ол табиғаттағы белгілі бір дыбысқа немесе бір іс-қимылға еліктеуден туатын сөздер. Осының барлығына кітаптарыңызда мысалдар келтірілген, қарап алсаңыздар болады. Енді екінші тапсырма суретке қарап шағын мәтін құрастырыңдар дейді. Сосын маған өткенде бір төменгі жақта пікір қалдырды бір оқырман. Сіздің видеоларыңызды тек қана орындалған үй жұмысы үшін ғана көреді деп, тапсырмалар үшін ғана деп. Осы видеоларды түсірер алдында мен өте көп ойландым. Түсірген дұрыс па, түсірмеген дұрыс па, балалар көшіріп алса не болады деген сияқты. Бірақ бәрібір түсіруді шештім. Себебі кейбір балалар тапсырманы қалай орындау керек екенін түсінбей жатады. Өзімнің әріптестерім бар, мысалы, оларға да кішкене көмек болсын деп жақсы ниетте түсірдім. Мен ойлаймын, менің оқырмандарым тапсырмалардың жауаптарын көшіріп алмайды, өздері ойланып, ары қарай жасайды деп. Сол үшін мен кейбір тапсырмаларды жауабын жазбаймын деп шештім. Мысалы, осы екінші тапсырма. Оны жай ғана ауызша айтып берем. Ой саламын сіздерге, ары қарай қалай жазу өздеріңіздің еріктеріңізде. Енді бұл суретте біз не көріп тұрмыз? Суретте бір отбасын көріп тұрмыз. Анасы, әкесі, баласы және қызы. Меніңше, енді маған солай көрініп тұр. Мен бұл мәтінді былай құрар едім. Бүгін демалыс күні. Біз отбасымызбен бірге саябаққа демалуға бардық. Саябақтың жанындағы аялдамадан түскен соң бізге жолдың қарсы бетіне өту керек болды. Автокөліктер ағылып жатты. Сол кезде анам бізге жолдың кез келген жерінен өтуге болмайтынын, осындай жағдайларға арналған жолдың жиегінде белгілер тұратынын, сол белгілер бізге жол ережелерін көрсетіп тұратынын түсіндірді. Жан жағымызға қарап, жаяу жүргіншілер өтетін жолды тауып алдық. Оның жанында жердегі жолақ сызықтарды көрдік. Барлығымыз аялдамадан сәл әрірек орналасса да, сол жолақ сызықтардың жанына барып, оң жағымызға, сол жағымызға қарап алып, мәшинелердің тоқтағанына көзімізді жеткізген соң ғана жолдан өттік. Енді мен жол ережелерін біліп жүретін боламын. Осындай мәтін құрастыруға болады, немесе өздеріңіздің нұсқаларыңызды жазып көріңіздер. Енді 34-ші аудионы тыңдаңдар дейді 3-ші тапсырмада. Және өлең мазмұнына сәйкес дұрыс жауапты белгілеңдер дейді. Бұл жерде өлең берілген жол белгілеріне байланысты. Ол аудионы өздеріңіз тыңдап аласыздар деп ойлаймын. Өлең жол белгілері туралы. Өлеңде 4 бұрыш аталмады.
қызыл түс тыйым салуды білдіреді. Жолда белгілерге көңіл бөлу керек. Өлеңді қайта тыңдап, сөйлемдерді қажетті сөзбен толықтырыңдар дейді. Қиылыста жол шетінде бұрылыста түрлі белгі бар. Келесі шеті қызыл үшбұрыш. Бұл белгілер ескертеді, біліп ал. Белгілердің сырын еске сақтап ал, болашақта жүресің ғой талай жол. 4-ші тапсырма, мақал мәтелдердегі әр сөзге сұрақ қойып, сөз таптарына талдаңдар дейді. Бұны да жазбадым, ауызша түсіндіріп кетемін. Алыс жол атты сынайды, ауыр жол ерді сынайды дейді. Бұл жерде алыс деген сөзге қандай деген сұрақ қойылады? Сын есім, жол не, зат есім, атты нені, зат есім, сынайды не істейді, етістік. Екінші қатарда тура сондай болады. Ауыр қандай, сын есім, жол не, зат есім, ерді кімді, зат есім, сынайды не істейді, етістік. Екінші, жолға шықпас бұрын жолдасыңды сайла. Жолға неге, зат есім, шықпас не істемес, бұл етістік. Бұрын қашан істеу, жолдасыңды кімді, зат есім, сайла не істе, етістік. 5-ші тапсырма, оқиық қызық, жалғыз жолаушыға қызмет ететін пойыз. Жапонияның Хоккайдо аралындағы Камисиратака бекеті жалғыз оқушы үшін жұмыс істейді. 2013 жылы теміржол басшылығы бұл бекеттің қызметін тоқтатқан болатын. Бірақ бекетке жақын маңда тұратын оқушы қыздың мектепке бара алмай жүргені ескеріліп, бұл бағыттағы пойыз қайта іске қосылды. Бүгінде пойыз оқушы қыздың сабақ кестесіне байланысты қатынайды. Ол қыз мектепті бітіргеннен кейін теміржол бекеті де өз қызметін тоқтатпақ. Мәтіннен зат есім мен сан есімдерді теріп жазыңдар дейді. Зат есімдер кім және не деген сұраққа жауап береді, ал сан есім қанша, неше, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мәтінде бір ғана сан есім бар, 2013 деген. Ал зат есімдердің саны өте көп. Мен біразын ғана белгілеп қойдым. Жапонияның Хоккайдо аралындағы Камисиратака бекеті, оқушы, теміржол басшылығы, мектепке, пойыз және сабақ кестесіне деген. Бұдан басқа да зат есімдер өте көп, оларды өздеріңіз тауып белгілеп алсаңыздар болады. Егер менің сабақтарымды көретін балалар болса, тапсырмаларды алдымен өздеріңіз орындаңыздар, кейін менің видеома кіріп, оларды тексеріп алсаңыздар болады. Маған айтатын ұсыныстарыңыз, тілектеріңіз болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Мен келесі жолы видео түсіргенде оны ескеремін. Каналға жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.